Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Менің аты-жөнім Келімжаева Гаухар Бектібайқызы, биология пәнінің мұғалімі, 7-ші сынып. Тақырыбы жануарлардағы онтогенез типтері. Сабақтың мақсаты. Сабақ мақсаты. Сіздің білетініңіз, өсімдіктер мен жануарлардағы онтогенез кезеңдері, жануарлардағы тура және тура емес онтогенез типтері. Сіздің үйренетініңіз, өсімдіктер мен жануарлардағы онтогенез, жануарлардағы тура және тура емес онтогенез типтерін салыстыру. Балалар, экранға назар аударыңыздаршы. Не бейнеленген? Әрине, бұл суретте тірі организмдердің даму сатысы бейнеленген. Ендеше өсімдіктер мен жануарлардың даму сатылары туралы қарастырып кетейік. Өсімдіктердің даму кезеңі екі кезеңнен тұрады. Эмбриогенез және де постэмбриогенез. Эмбриогенез деп отқанымыз ол бірінші ұрықтану кезеңі. Зиготаның түзілуінен басталып, тұқымның өнуімен аяқталатын кезең болып есептеледі. Екінші постэмбриогенезі бірнеше кезеңдерді қарастырады. Жас кезеңі ол вегетативті кезең болып есептеледі. Яғни өсімдік өсіп, дамып жетілетін болады. Келесі ересек кезеңі. Ересек кезеңіміз генеративті кезең деп атауымызға да болады. Себебі бұнда гүлдейді және де жеміс береді. Бұл кезеңді біз өсімдіктің өміршең кезеңі деп атауымызға болады. Содан кейінгі кезең қартаю кезеңі деп аталады. Қартаю кезеңінде көбеюге қабілетсіз болады, соның нәтижесінде өсімдіктер жайлап тіршілігін тоқтата бастайды. Енді жануарлардағы онтогенез кезеңдеріне назар аударайық. Жануарлардың онтогенез кезеңі өсімдіктердегі секілді екі кезеңнен тұрады: эмбриондық және де постэмбриондық. Эмбриондық кезең ағзаның даму, жұмыртқаның және ұрықты қабықтардың немесе аналықтың құрсағынан қорғалған кезеңдерде өтетін болады. Постэмбриондық кезеңде өтқанымыз организмнің жұмыртқа қабығын жарып шыққаннан тіршілігін тоқтатқанға дейінгі кезеңді қамтиды. Екі кезеңі бар: тура даму және де тура емес, немесе жанама даму. Тура даму деп отқанымыз ересек ағзаға ұқсас түрдің шығуын айтамыз. Мысалға айтатын болсақ, сүтқоректілерді, құстарды, жорғалаушыларды. Яғни олардың көлемі бойынша кіші болады, бірақ ересек ағзаға ұқсас болып келеді. Түрленіп даму кезеңі. Түрленіп даму кезеңінде жұмыртқадан дернәсіл шығады, құрылым жағынан өзгешелеу, қарапайым болып келеді. Және де уақыт өте келе дернәсілдің мүшелері ересек ағзаға тән құрылымға алмасып отырады. Бұларға бізде балықтар, қосмекенділер, бунақденелілер, шаянтәрізділер жатқызылады. Және де сонымен қатар жанама дамуға, тура емес дамуға бізде паразитті құрттарды мысал есебінде алуымызға болады. Дернәсіл кезеңінде ол бір ағзада, мысалға алатын болса, ұлылардың денесінде, ал ересек кезінде, құрт кезінде ол сиырдың бауырында тіршілік етуі мүмкін. Дамудың типтері бойынша екі түрге бөліп қарастырамыз. Олар шала түрленіп даму және де толық түрленіп даму. Шала түрленіп даму. Шала түрленіп даму кезеңде дернәсіл сатысы болады. Бұлардың негізгі ерекшелігі құрылысы жағынан қарапайым болып келеді, және де бұларда жыныстық мүшелері қалыптаспаған болып келеді. Бұларға бізде дәуіт, шегіртке, тарақан және де бит секілді бунақденелерді, ұсақ жәндіктерді мысал есебінде айтуымызға болады. Толық түрленіп даму. Ересек ағзаға мүлдем ұқсамайтын жәндіктің дүниеге келуін айтамыз. Мысалға айтатын болсақ, ол 4 сатыдан тұрады: жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ және де имаго деген сатылардан тұрады. Көбелектің мысалында түсіндіріп көрейік. Жұмыртқа сатысынан кейін бізде деген дернәсіл сатысы өтеді. Дернәсіл сатысында бізде ол жұлдыз құрт түрінде жүреді. Яғни ол жапырақтармен қоректенетін болады. Құрылысы жағынан ол бізде шыбынның құрттарына ұқсас болып келеді. Көзі және де қанаттары дамымаған болып келеді. Келесі, дернәсіл сатысынан ересек күйге ауысу үшін ол деген тыныштық күйге көшеді. Тыныштық күйде ол бізде қуыршақ сатысы деп аталады. Қуыршақ сатысында ешқандай да қоректенбейді және де қозғалмайды, тыныштық күйде болады. Бұл кезеңде ағзалары қайтадан қалыптасатын болады. Қанаты, мұртшасы және де көру мүшелері. Содан кейінгі сатыда ол ересек күйге айналатын болады. Бұларға мысал есебінде біз қоңыз, көбелек, шыбын, ара, маса секілді жәндіктерді айтуымызға болады. Түрленіп дамудың маңызына келетін болсақ, ол бізде бәсекелестік азаяды және де түрдің еркін орналасуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар қолайсыз жағдайда тыныштық күйге ауысатын болады.
Ал енді балалар, алған білімімізді жүйелеу үшін видеоролик қарап шығайық. Емен 1000 жылдан астам уақыт өмір сүретін ғажап ағаштардың бірі. Емен мыңдаған жаңғақ шығарады. Әр жаңғақта 18 айда жетілетін бір ғана тұқым болады. Жаңғақтың көбі жерге түсіп азыққа айналады. Қалғандарын құстар бұтақтардан үзіп әкетеді. Әрбір 10 000 жаңғақтың біреуі ғана ересек емен болып өсіп шығады. Аман қалған тұқымдардан ағашты өмір бойы ұстап тұратын тамыр өсіп шығады. Көктем келісімен жаңғақ өскін береді. Өскін жерге түскен жапырақтарды тесіп өтіп, күн сәулесін сіңіру үшін алғашқы жапырақтарын шығарады. Бір жылдан соң, күз мезгілі жеткенде көшет энергиясын сақтау үшін жапырақтарынан арылады. Түскен жапырақтар тамырды суықтан қорғап тұрады. Емен жастық кезеңге өтті. Енді оның өміріне адамдар араласып, үстіңгі жағын отын үшін шауып алады. Бірақ бұдан жас емен тіршілігін тоқтатпайды. Аяусыз шабу қабық астында әрекетсіз жатқан бүршіктерді жандандырып, бұтақтардың қаптап шығуына әсер етеді. Шамамен 200 жылдан кейін жас ағаш қалың еменге айналады. Жетілген ағаштың бойы 45 метрге дейін жетеді, ал діңдер мен бұтақтарының жалпы ұзындығы 15 километрге дейін жетуі мүмкін. Қалың емен кемелденген кезеңге келеді. Көшет кезінде ағаштың тамырына түскен құрт өлі қабықты жеп, діңнің көп бөлігін бос қалдырды. 1000 жыл бойғы еменнің тіршілігі оның қабығындағы қыртыстар мен карбункулдардан көрінеді. Жыл сайын жаздың басында кәрі емен жетілу кезден басталған үрдіс бойынша аталық және аналық гүлдерін шығарады. Аз уақыттан соң жаңғақ дамып жетіле бастайды. Осылайша өмірге жаңа емендер келеді. Тура дамитын және тура емес дамитын ағзаларды тауып көріңіздерші балалар, сурет арқылы. Тура дамитын жануарларға біз сүтқоректілерді, қосмекенділерді және де құстарды мысал есебінде алуымызға болады. Ал тура емес дамитындарға бізде қоңыздар, көбелектер және де балықтарды мысал есебінде алуға болады. Сәйкестендіру кестесін орындап көріңіздер. Яғни бұл кестеде сіздерде бунақденелердің атауы берілген: қоңыз, дәуіт, шегіртке, маса, тарақан, балары және көбелек деген. Және осы жәндіктердің даму типтерін анықтаңыздар. Шала түрленіп дами ма, әлде толық түрленіп дами ма? Дәптерлеріңізге жазып алуларыңызға болады. Ал ендеше балалар, тексеріп көрейік. Дұрыс болды ма екен? Бізде шала түрленіп дамитындарға дәуіт, шегіртке және де тарақан жатады екен. Ал толық түрленіп дамитындарға қоңыз, маса, балара және көбелек жатады. Ал ендеше балалар, біздің сабағымыз соңына келіп жетті. Сау болыңыздар.